Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін бізде қайталау сабағы. Оқылым бірінші тапсырма. Мәтінді тыңда, бос орынға тиісті сөзді қойып оқы. Оқушылар, сіздердің оқулықтарыңызда бірінші тапсырмада керекті сөздер жазылған және бос орындар бар. Сол бос орындарға керекті сөздерді қойып оқыңыздар. Ертең Семейде күн ашық болады. Сынап бағанасы күндіз плюс 18 градусты көрсетеді. Түнде сәл салқын болады. Ауа температурасы плюс 4 градусты көрсетеді. Жаңбыр жаумайды. Өскеменде күн жылы. Сынап бағанасы плюс 15 градусты көрсетеді. Солтүстіктен аздаған жел соғады. Жаңбыр жаумайды. Түнде плюс 13 градус жылы болады. Мәтіннің орысша нұсқасы. Жазылым 3 А тапсырма. Сөйлем құрап жаз. Қолайлы күн райы. Бүгін аспан ашық. Кеше күн жылы болды. Бүгін күн ашық. Жаңбыр жаумайды. Күн райы жауын-шашынсыз ашық болады. Қолайсыз күн райы. Ертең көктайғақ болып жел күшейеді. Аспан бұлттанып, жаңбыр жауады. Түстен кейін жел күшейіп, бұршақ жауды. Аздап жел соғып, артынан боранға ұласты. Сөйлемдердің орысша нұсқасы. Жазылым 3 А тапсырма. Кейін, шейін, дейін, бері сөздерін қолданып сөйлем құра. Жаңбырдан кейін кемпір-қосақ шықты. Кешке шейін алаңда ойнадым. Мектепке дейін 5 минут жүремін. Таңнан бері жаңбыр жауып жатыр. Сөйлемдердің орысша нұсқасы. Жазылым 4 тапсырма. Қарамен берілген сөздердің мағынасын күшейтіп айт және жаз. Мен әдемі кемпір-қосақты көрдім. Мен әп-әдемі кемпір-қосақты көрдім. Кешке күн ашық болды. Кешке күн ап-ашық болды. Биыл жаз суық болды. Биыл жаз сұп-суық болды. Салқын жаңбыр жауып өтті. Сап-салқын жаңбыр жауып өтті. Жазылым 5 А тапсырма. Сөздерді дәптеріңе толықтырып жаз. Оқулықтарыңызда 5 тапсырмаға қараңыздар. Бос орындарға тиісті әріптерді қойып жазыңыздар. Мұз, қырау, шаңғы, боран, сүңгі, аққала, аяз, сырғанақ, тайғанақ, қолайлы. Сөздердің орысша нұсқасы. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.